Сәлем достар, бүгін біз көп жақ ұғымы, призма және оның элементтеріне есептер шығаратын боламыз. Келешек баспасынан 26-шы есеп. Есепте кубтың диагоналды қимасының ауданы 16 түбірас 2 см квадрат. Бірінші, куб қырының ұзындығын, табанының диагоналын, екінші, Б кубтың диагоналын, В бетінің ауданын табамыз. Мына қима деп отырғаны мына А1 мен С1-ді қосайын. Мына диагонал жүргіземін және АС. Қандай да бір тік төртбұрыш пайда болды. Сол төртбұрыштың ауданы, яғни САА1 С1 бұл қандай да бір кубтың диагоналды қимасының ауданы, яғни 16 түбірасты 2 сантиметр квадрат. Енді осы қимасының ауданы арқылы ол бізде формуласы бар, яғни С қиманың формуласы ауданның формуласы А түбірасты 2-ге тең. Бұл осыған апарып қоямын. А-ның квадраты түбірасты 2 тең болады 16 түбірасты 2-ге. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда А 4-тің мына куб қырының ұзындығы табылды. Мына жерде А деп отырғанымыз осы ізденіп атқан куб қырының ұзындығы. Яғни 2 табан болады. Кубта 2 табан болады. А, В, С, Д немесе А1, В1, С1, Д1. Енді бізде бір жағдай табан алсақ жеткілікті. Мына табанның диагоналы. Мына жерді алайын мен мына. Енді бізде қабырғасы 4-ке тең болса, мына жер міндетті түрде тік бұрыш жасап қиылысады бізде. Мынау да 4-ке тең. Осы жерде Пифагор теоремасын пайдалансақ болады. Яғни АС деп отырғанымыз 4-тің квадрат қосылған 4-тің квадраты 16, 32 немесе 16 көбейтілген 2 деп те алсақ болады. Сонда 4 түбір астында 2 сантиметр шығады. Сонда мына ізденіп атқанымыз мына жер 4 түбір асты 2. Одан кейін бізде кубтың диагоналы. Б кубтың диагоналы біз алайын А, АС, АА1 және мына жер. Осы жерді табамыз. Кубтың диагоналы деп отырғанымыз А1 сыны таба дегеніміз. Бұл жерде де әр көп жағдайда дұрыс суретті көре білу керек. Қай жерде тік бұрыш жасап қиылысатын білу керек. Визуально көзге елестету арқылы. Сонда ары қарай бізде барлық есептің көбісі Пифагор теоремасымен шығып кетеді. Енді бізде қабырғасы мына жер 4-ке тең екен белгілі. Мына жерім уже 4 түбірасты 2-ге тең. Мына қабырғамен, мына А1 қабырғамен АС қабырғасы осы жер тік бұрыш жасап қиылысады. Демек, бұл жерде Пифагор теоремасы. Сонда А1 сыны табуымыз керек қой біз. Гипотенуз шығарамыз. 4-тің квадраты қосылған 4 түбір асты 2-ның квадраты түбір астына саламын. Бізде 4-тің квадраты 16 қосылған 4, 16, 2 көсең 32. Түбір астында бізде сонда 48 болды ма? 48 деген 4 түбір асты 3. 4 түбір асты 3 сантиметр. Енді соңғысы бізде В бар.
бетінің ауданы. Яғни кубтың бетінің ауданы формуласы бар бізде. Яғни 6 беті бар және бізде жалпы квадраттың теңдеуі SA квадрат еді ғой. Сонда бізде 6 бет болған екен, 6А квадрат деп осы жерге апарып қоя саламын. Сонда бізде 6 деп отырғаным өзін жазамын. А деп отырғаным 4-тің квадраты. Сонда 6 көбейтілген 16 бізде 96 сантиметр квадрат болады екен. Жауап шықты. Жауаптарды мен белгілеп қояйын. Мына біріншінің жауабы 4-ке тең. Әсінің жауабы 4 2 сантиметрге тең. Б'сының жауабы 4 3 сантиметр. В'ның жауабы 96 сантиметр квадрат. Есеп аяқталды. 29-шы есепте. Тікбұрышты параллелепипедтің табаны ауданы 144 сантиметр квадратқа тең. Шаршы параллелепипедтің биіктігі 14 сантиметрге тең болса, оның диагоналының ұзындығын табыңыз. Енді бізде қараймыз. Бізде табан деп отырғаны S табаны ABCD мына жер. Болмаса A1, B1, C1, D1. Оның ауданы 144 сантиметр квадрат. Яғни табаны бізде шаршы квадрат қой. Шаршының формасын жаңа жаздық. А квадрат деп. Сонда 144-ке тең болса, А бізде 12-ге тең болады екен. Мына жер А, яғни мына жер 12, мына жер 12, шаршы 12 бар 4 қабырғасы тең ғой, және табандағы қабырғалар да сонда 12-ке тең болады. Бізде биіктікті H-пен белгілейміз. Бұл жерде биіктік деп отырған А, А1-ге тең, Д, Д1, В, В1, С, С1, бұның бәрі бізде биіктік. Биіктігіміз 14 сантиметрге тең. Оның диагоналының ұзындығы. Яғни бізде диагоналының ұзындығының арнайы формуласы бар. Диагонал тең, түбір астында А-ның квадраты, Б-ның квадраты және С-ның квадраты. Енді бізде мына А деп отырғаның мынау. Бұл жерде А, В деп отырған екеуі де тең. Табанының мына жерде А болады бізде. Мына А мен В-ны тең деп аламыз. Мына жерде және С деген мына жер уже биіктік болып кетеді. Орнына қоя салам. Мына бізде формула бойынша диагоналын табу керек болсақ, А Д-ның квадраты, Д С-ті квадраты және С С1-дің квадраты түбірдің астында алайық. А деп отырған бізде 12-ның квадраты, қосылған ДС дегеніміз В-ға тең дедік, ол да 12-ның квадраты, қосылған С деп отырғаным биіктігіміз 14-ге тең, 14-тің квадратына тең. Сонда бізде бәрін қосқан түбірден шығарған кезде 22 сантиметр шығады. Жауабы осы болады. 30-ші есепте тікбұрышты параллелепипед табанының қабырғасы 24 және 10 сантиметрге, ал оның диагоналы табан жазды 45 градус бұрыш жасайды. Параллелепипед бүйір қырын табыңдар дейді. Яғни бізде төбесін белгілейік. А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1 дейді. Енді бізде табан қабырғасы мына жер 24 болса, мына жеріміз 10 дейді. Оның диагоналы табан жазықтығымен. Диагоналы мына А1 мен С және А қабырғасымен
табаннан диагонал жүргіземіз. Бұл жерде А бұрышы жаңадай смен тік бұрыш жасап қиылысатын белгілі. Сонда мына жер 24 болса, мына жер А1 Д1 де 24, АД да 24 болады. Д1 С1 10 болса, Д да С да 10 болады деген сөз. Енді бізде табу керек. Мына жерім менде 45 градус бұрыш жасаса, мына жерін 90 градус жасаса, мынау міндетті түрде бұл да 45 градус болады. Бізде үш бұрышының ішкі бұрыштарының қосындысы 45-ке тең. Яғни бізде мына жерді тапсақ жеткілікті. Есеп шығарғанда суретке мұқият боламыз. Енді қара. Бұрыш С және бұрыш А1 бір-біріне тең, екеуі де 45 градусқа тең. Бұрыш А деп отырғаным 90 градус. А-сыны тауып алуым керек. А-сыны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамын. Міне, яғни мынау екеуі катет есебінде мына жер менің тік бұрыш жасап, бұрышты 90 градусқа тең болады. Табанның диагоналы арқылы тауып отырық. Сонда 24-тің квадраты қосылған 10. 10-ның квадраты түбірінің астында 20, 576 қосылған 100. 676-дан бізде 22 шығады бірден. Сонда мұнда ізделініп атқан санымыз мына жер 22 екен. Енді 45 градустағы қабырға 22 болса, мына жерде де 45 градуста 22 болады. Сонда бізге не тап деді? Бізге параллелепипедтің бүйір қырын. Міне бүйір қыр дегеніміз бұл жерде А1, А, Д1, Д. Яғни бұның бәрі бүйір қырлары. Так, С1, С, В1, В, барлығы бүйір қырына жатады. Сол себептен, яғни А-сы мен бұл жерде А1 мен А тең. Яғни екеуі де 45 градус бұрыш жасап тұрған қабырғада орналасқан. Демек, 22 сантиметрге тең екен. Жауабы осы болады. 31-ші есепте тікбұрышты параллелепипедтің табан қабырғасы 16 және 12. Міне 16 және 12 дейді. Диагоналдық қимасының ауданы. Диагоналдық қима деген мынамен бүйтіп табанмен диагонал жүргіземіз да, міне осы яғни төрт бұрышты айтамыз. Төрт бұрышты бұлай бұл жерде А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1 деп белгілейді. Енді осы жерде жазамын. Қимасының ауданы бізде А1, С1 дегенім 200 сантиметр квадрат. Одан параллелепипедтің биіктігін тап. Биіктік деп отырғаным бізде А1, А, С1, С бұл жағдайда. Д1 барлығы биіктікке жатады. Және В1 деген барлығы биіктік. Енді біз мына жердегі А-сыны тауып алайық. Мына А-сыны тауып алайық мына жерде. А-сыны табу үшін 16-ның квадраты қосылған 12-ның квадратын табамыз. Так, бізде 256 қосылған 144. Сонда 400 болады. 400-ден бізде 20 шығады. 20 шығады. Сонда бізде ізделініп отқан А-сы ол 20-ға тең болды. Бізде биіктік табу үшін мына қиманың ауданы белгілі. Бізде білеміз, тіктөртбұрыштың ауданы А көбейту Б еді ғой. Мына жерде соны қолданамыз. Бұл жерде мына А-сы деп отырғаным
жалпы А деп алайын. А1 деп отырғаным Б деп алайын. Мұны формула қоя салам. А деп отырған, Асы деп отырған 20 көбейтілген В ол 200-ге тең қимасын аудан. Сонда В тең 200-ді бөлемін 20-ға, В тең 10 болады. Демек, бізде А1 дедік қой. Яғни жалпы А1 ол биіктікке тең дедік, биіктігіміз 10 сантиметрге тең болады екен. Бүгінге осы.